Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай хрустящий чебурекейдің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге алдыменен 2 жұмыртқа және 2 ас қасық майонез керек. Сосын жарты чайный ложкадай тұзымызды саламыз да, ішіне кішкене мен бір газированный су құйдым. Бұл жерде газированный су бір примерно 15 грамдай құйдым. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз венчиктің көмегіменен, және де көз мөлшерде осы ұнымызды салатын боламыз. Енді мен бұл жерде точно ұн бір примерно 500 грамдай кетті. Енді оны өздеріңіз жаймен салып, тестіміз қатты болмау керек. Осындай тәріздес жұмсақтау болу керек. Енді осыны кішкене демалдыруға қоямыз да, қамырымызды жақсылап шұқалап жайып алатын боламыз. Ал қыздар, көріп тұрғандай қамырымызды толық жайдым. Бұл жерде енді мен қатты жұқа етіп жайған жоқпын, және де 2 түрлі формада кестім. Қамырымызды домалақ етіп және төртбұрышты етіп, енді алдын ала пісіріп болған картошкамызды осылайша етіп езіп, осы бір жуамызға майға қуырып жіберіп, осы картошкамызға салып жібереміз. Өте дәмі керемет болады. Және тұзын, бұрышын салып, дәміне қарай кішкене көкшөптерден салып жіберсеңіздер де болады. Енді осылайша етіп, өздеріңіздің қалауыңызша, фантазияңызға қарай жаңағы чебуректеріңізді пісірсеңіздер болады. Ал қыздар, неке толық чебурекемізді пісіріп болды. Осылайша етіп әдемі болып, хрустящий болып шығады. Дәл осы рецептмен жасап көрсеңіздер, сіздердің қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің осы видео рецептім ұнайтын болған болса, каналыма тіркеліп, және де видеоларыма лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецепт
рецептпен жолыққанша аман сау болыңыздар. Міндетті түрде келесі видеода бұдан да керемет дәмді астармен бөлсем деген ойдамын. Аман сау